Баршаңызға сәлем. Сіздерді, қазақстандықтарды және әлемнің түкпір-түкпірінде жүрген жүрегі отаным деп соғатын бүкіл қазақ бауырларымды тәуелсіздік мерекесімен құттықтаймын. Осы сайысқа қатысып жатқанымызға өте қуаныштымыз және барлық қатысушыларға сәттілік тілейміз. Ал енді біз өз отбасымызды таныстыра өтейік. Біздің отбасымызда 5 адам бар. Ата-анам, әпкем, мен және інім. Біздің әкеміз Азат, жасы 43-те, ол мейірімді, үнемі бізді қолдап жүреді. Біздің анамыз Гүлшат, жасы 40-та, біздің отбасымызда сұлу және мейірімді ана. Біздің үйде ең тәтті тағамдарды пісіреді. Біздің әпкеміз Меруерт, жасы 18-де, мектеп бітіріп колледжде оқиды. Кей кезде сурет салады, ән айтады. Мен Мадина, менің жасым 12-де, қол өнермен айналысқанды ұнатамын. Бисерден бұйымдар жасаймын, сурет саламын. Інім Алинур, жасы 10-да. Ең сүйікті сабағы математика, скейт тебеді және гитарада ойнайды. Қалған өнерімізді ертеңгі болатын сайыста көрсететін боламыз. Назарларыңызға рахмет.